Баршаңызға қайырлы күн достар, бүгін леденцы жасайтын боламыз. Біз жасайтын бұл леденцы на палочках, яғни таяқшаға орналасқан бұл тәттіні сіздер торт декорына қолдансаңыз өте ерекше әдемі болып көрінеді. Ол үшін бізге 220 грамм қант, 70 грамм су және 100 грамм глюкоза сиробы қажет. Глюкоза сиробын сіздер кондитерлік магазиннен алсаңыздар болады. Және міндетті түрде термометр қажет. Алдымен бір ыдысқа су, қант және глюкоза сиробын қосып, оны жақсылап араластырамыз. Одан соң орташа отта газға қоямыз. Ыдысыңыздың асты қалың болған жөн, себебі жұқа болған жағдайда газға қойған уақытта бұл сиробымыз сарғыш түске айналып кетеді. Сиропты арасында араластырып отырамыз және 150 градусқа дейін қайнатамыз. Егер сироптың қайнағанын 150 градусқа дейін жеткізбесеңіз, яғни 140 немесе 130 градустағы сироптан леденцы жасай бастасаңыз, ол леденцы қатқан уақытта ол қолға жабысқақ болып келеді. Сондықтан 150 градусқа дейін қайнатқан жөн. Сироп өте тез қатады, сол үшін біз газды өшірмейміз, баяу отқа қоямыз. Арасында сиробымызды газға қойып, жұмыс температурасын ұстап отыратын боламыз. Леденцы өте тез қататын болғандықтан алдын ала тефлоновый коврикті және таяқшаларды дайындап қоямыз. Леденцы үшін міндетті түрде тефлоновый коврикті пайдаланамыз. Пергамент қағазы болмайды, себебі ол жабысып қалады. Сиропты газдан алғаннан соң аздап араластыра отырып, оның көпіршіктерін кетіреміз. Одан соң қасықты пайдалана отырып, тефлоновый ковриктің үстіне дөңгелек етіп құямыз. Сироп өте тез қатады, сондықтан баяу оттағы газымызға арасында қойып отырамыз. Леденцыды әртүрлі түске боясаңыздар болады. Алдымен сіздерге леденцыдың ешқандай бояу қоспағандағы түсін көрсеткім келіп отыр. Леденцы қатып қалмас үшін тез арада таяқшаларымызды алып, оның ортасына орналастырамыз. Леденцыдың бетіне әртүрлі посыпкаларды қолдансаңыз болады. Леденцы қатпай тұрып, посыпкаларды бірден бетіне сүйіп шығамыз. Сиропты басқа түске бояу үшін оған бірден өзіңіз қалаған түсті пайдаланып бояп алсаңыз болады. Немесе сиропты алдымен ақ түске бояп аламыз, оған диоксид титана, яғни ақ түсті бояғышты қолданамыз. Содан соң өзіңіз қалаған түсті пайдаланып, осы ақ түстің түсін өзгертсеңіз болады. Мен дәл осы әдісті қолдандым. Ең алдымен диоксид титанамен осы сиробымды ақ түске бояп алдым. Содан соң оны қызғылт түске боядым. Леденцы қатып қалмай тұрып, посыпкаларды бірден себуді ұмытпаймыз. Леденцы қатқан уақытта ол тефлоновый ковриктан бірден алынады. Осымен біздің өте ерекше тәттіміз дайын. Пайдаңызға жараса видеорецептке міндетті түрде өз бағаңызды беріп кетіңіз. Мен өз каналымда өте ерекше және пайдалы рецепттермен бөлісемін. Сол үшін міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет.